Роналдудың қол жетпес арманы ақыры орындалмай кетті. Португалия құрамасы Испанияға есе жіберіп, әлем чемпионатымен қош айтысты. Матч соңындағы Криштианудың көз жасы, осымен Роналдудың құрамадағы мансабы аяқталды ма? Ойыннан кейін Роналдудан бөлек басқа да футболшылар не айтты? Осылардың барлығы біздің бүгінгі шығарылымда. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, еңбекті бағалап, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Футбол әлемі тағы да бір дүр сілкінді. Бұл жолы қуаныштан емес, миллиондаған жанкүйерлердің көз жасынан. Бұл талайлардың кумирі мақтанышы болған Криштиану Роналдудың ең соңғы әлем чемпионаты, әрі ең ақырғы мүмкіндігі болатын. Азулы қарсылас Испания оларды жарыс жолынан шығарды. Футбол жанкүйері ретінде әрине Криштің көз жасын көру ауыр болды. Талай жыл тер төкті, тырысты, ақыры болмады. Әлем кубогы бұйырмады. Кешегі Португалия құрамасының ойынын көріп, ойыншылардан жігері, жеңіске деген ұмтылысты байқамадық. Не нәрсеге үміттенді, не күтті, түсіне алмадық. Жүйелі шабуыл, ұмтылыс атымен болған жоқ. Нуно Менде жарақат алып алаңнан кеткеннен кейін Португалия таза әлсіреп қалды. Соңғы минуттарда испан футболшылары жоқ жерден гол соғып кетіп, жеңісті жұлып алды. Бұл миллиондаған жанкүйерлерді жылатқан матч болды. Өйткені көз алдымызда толық бір эпоха, тұлға аңыз кетіп бара жатты. Ол әрине Роналду. Талай қаншама жылдық мансабында оның жетпеген жетістігі, ұтпаған нәрселері қалмаған-тын. Оған бір ғана нәрсе жетіспеген еді. Ол әлем чемпионатының кубогы болатын. Енді міне, ақыры барлығы осымен бітті. Өзегі өртенген ол матч соңында көз жасына ерік беріп, алаңда қимай кетті. Өзегі өртенген Роналду матч соңында көз жасына ерік беріп, алаңда қимай кетті. Барлығымыз осы тұлғалардың ойындарын көріп, таласып намсанып өскен едік. Бұлардың дәуірі көз алдымызда сөніп барады. Қанша қимайын десек те ауыр. Қанеки, осы керемет дәуірдің куәсі болғандар бар болса, осы видеоға лайк басып тіркеліп кетейікші. Сонымен, ұзын сөздің қысқасы, матчтан кейін Криштианудың және басқа да ойыншылардың айтқан сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Бастамас бұрын тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Басқасы басқа, кеше матч соңында Ламин Ямаль нағыз жігіттік танытып, аңызға құрмет қошеметін білдіріп, Роналдуды құшақтап оған қолдау көрсетті. Таңғаларлығы Роналдудың әріптестерінің біреуі де оны құшақтап қолдау көрсеткені байқалмады. Осы жерден видеоны бір тоқтатып, комментке Роналдудың құрметіне орай ол жайындағы өздеріңіздің бір-ақ ауыз сөздеріңізді жазып, толтырып тастап жіберсеңіздер. Әрине, көңіліміз құлазып тұр. Біз көздеген мақсатымызға жете алмадық. Келесі кезеңге өтуіміз керек еді. Бұл өте ауыр. Біз бұл жерге әлем чемпионы атану деген бір ғана нақты мақсатпен келген едік. Бірінші таймда жақсы ойнадық. Бірақ кейін шегініп, қорғанысқа тым көп көңіл бөлдік. Соның салдарынан қарсылас топты көбірек иелене бастады. Бұлай жалғаса берсе, ерте ме кеш пе бәрібір гол жіберіп қоясың. Испанияға құрмет көрсету керек, өйткені олар өте сапалы команда. Бірақ егер біз бірінші таймдағы ойынымызды соңына дейін сақтай алғанымызда, әлдеқайда жақсы нәтижеге қол жеткізе алар едік деп ойлаймын. Біз турнирдің басты фавориттерінің бірінен жеңіліп отырмыз. Біз Португалияның қорғаныстан ойнайтынын білдік. Екі командада деңгейі жағынан бір-біріне өте жақын болды және допты өз бақылауында ұстауға барынша мән берді. Жалпы алғанда біз жақсы ойын өткіздік. Ақырында өз мүмкіндігімізді тиімді пайдаланып, матч тағдырын шештік. Бірақ бұл жеңіске шектеліп қалмауымыз керек. Дегенмен біз жеңіске өте қуаныштымыз. Роналдудың соңғы әлем чемпионаты туралы Криштиану дейсіз бе? Ол сөзсіз футбол тарихындағы ең үздіктердің бірі. Оның менталитеті мен ойынды түсіне білуі ерекше. Ол әр қашанда гол соғып, қашанда үздік болуға ұмтылады. 41 жасында осылай жасап жатқаны таң қалдырады. Оның елі оны мақтан тұтады деп ойлаймын. 6 бірдей әлем чемпионатында өнер көрсету деген ол адам сенгісіз нәрсе. Ол барлығына да үлгі. Бұл менің соңғы әлем чемпионатым болды. Әлем чемпионатымен дәл осылай қош айтысу мен үшін өте ауыр. Бірақ мен бар күшімді салдым, қолымнан келгенім бәрін жасадым. Бұл футбол. Кейде жеңесің, кейде жеңілесің. Енді бәрін асықпай ойланып, отбасымен бірге уақыт өткізетін кез келді. Асығыс шешімдер қабылдаудан аулақ болуым керек. Өмір жалғасады. Матчтан кейінгі көз жасым бұл эмоция. Бүгін бізге сәл ғана сәттілік жетіспеді. Қарсылас матчтың ең соңында шешуші голын соғып кетті. Бірақ футбол деген осындай. Жалпы алғанда бұл өте тартысты, керемет, әрі тең дәрежеде өткен ойын болды. Біз жақсы матч өткіздік және лайықты деңгейде өнер көрсеттік. Әрине, бұдан да мықты ойнай алар едік. Бірақ Испания қазір әлемдегі ең үздік құрамалардың бірі және финалға дейін жетуге толықтай қауқарлы. Мұнда жеңілісті қабылдау оңай емес. Дегенмен мен алаңда бар күшімді салдым.
ертең таза ар-ұят абыроймен оянамын. Мен Португалия құрамасымен бірге 3 ірі титулды жеңіп алдым. 1 Еуропа чемпионаты және 2 рет ұлттар лигасы. Криштианоға дейін Португалия ешқашан ешқандай титул жеңіп көрмеген еді. Ұлттық құрамамен жеңіп алған ең үлкен жүлдем ол Еуро 2016. Мен үшін сол Еуропа чемпионатындағы жеңісім әлем чемпионатын ұтқанмен бірдей. Сондықтан мен таза абыроймен кетіп бара жатырмын. Қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Ертең жаңа күн, өмір жалғасады. Біз бар күшімізді салдық. Өкінішке орай сонда да бұл жеңіске жету үшін жеткіліксіз болды. Бізге не нәрсе жетіспеді. Бұл біздің Испанияға қарсы өткізген ең тең дәрежелі ойындарымыздың бірі болды. Бізде де, оларда да мүмкіндіктер болды. Матчтың басында олар қауіпті сәт жасады. Кейін екі командада бірнеше мүмкіндікке ие болды. Ойын өте тең дәрежеде өтті. Бізге тек қарсыласымыздан басым түсуге мүмкіндік беретін бір ғана гол жетіспеді. Испания шешуші сәтте гол соғып кетті. Екі командада шабуылда өте қауіпті болды. Егер оларға аз ғана кеңістік берсең, бірден жазалайды. Өкінішке орай бүгін бізге сәл ғана сәттілік жетіспеді. Біз өте мықты командадан жеңілдік. Тіпті әлем чемпионатын жеңуге басты үміткерлердің бірінен ұтылдық деуге болады. Біз турнирден бұдан да жоғары нәтижеге жете алар едік деген сезіммен кетіп барамыз. Басымызды төмен түсірмеуіміз керек. Алда бізді әлі талай үлкен белестер күтіп тұр. Әрине көңілде өкініш бар, бірақ футбол деген осындай. Роналду туралы. Әрине біз оның еліміз үшін, жалпы футбол үшінде жасаған барлық еңбегін ерекше құрметтейміз. Онымен бірге бір командада ойнап, одан бір нәрсе үйрену біз үшін үлкен мәртебе болды. Біз оны лайықты түрде шығарып салғымыз келген. Өкінішке орай болмады. Мен Португалиямен бірге әлем чемпионы атану үшін барымды салдым. Бұл жерге әлем чемпионатын жеңу мақсатымен келген едім, бірақ оған қол жеткізе алмадым. Сол себепті бұл жердегі қызметті жалғастырудың енді мәні жоқ деп есептеймін. Криштиану Роналдуға ерекше алғысымды білдіргім келеді. Ол барлығы жағынан мінсіз капитан болды. Мен қызметке алғаш келгенде оның ұлттық құрамадағы орны мен рөлі туралы түрлі пікірлер айтылды. Бірақ мен үшін ол әрдайым үлгілі ойыншы болып қала берді. Әңгіме тек оның голдары туралы емес, статистикасы бәрін өзі-ақ айтып тұр. Ең бастысы оның күнделікті еңбегі, жанкештілігі мен кәсібилігі. Ол футболмен өмір сүреді, футболмен тыныстайды. Криштиану барлық дәуірдегі ең ұлы спортшылардың бірі. Мұндай адамдар өте сирек кездеседі. Криштиану бұл трофейді жеңіп алуды шын жүректен армандады және сол арманы үшін қолынан келгеннің барын салды. Бүкіл команда оның алаңдағы да, киім ауыстыру бөлмесіндегі де үлгісін ешқашан ұмытпайды. Ол нағыз кәсіби маман әрі керемет адам. Футболда сәттіліктің рөлі өте зор. Кейде доп бағанаға тиіп қақпаға кіреді, ал кейде кірмей қалады. Әрине бұл өте өкінішті, өйткені соңында бәрінен бұрын нәтиже маңызды. Соған қарамастан мен командамды және футболшыларымның көрсеткен ойынын мақтан тұтамын. Біз қарсыласпен тең дәрежеде ойнадық. Қорғаныста сенімді өнер көрсетіп, ойынның жоғарғы қарқынын сақтап қала алдық. Ең алдымен біз ширек финалға шыққанымызды атап өтуіміз керек. Ал енді кім қарсылас болса да соған қарсы ойнаймыз. Алдағы матчты күтеміз және өз күшімізге толық сенеміз. Роналду жайында біз анда-санда сөйлесіп тұрамыз. Мен оның ұстанымдарының, өмірлік құндылықтарының және спортқа деген көзқарасының үлкен жанкүйерімін. Меніңше ол жастар үшін нағыз үлгі болатын тұлға. Бірге кездесуге мүмкіндік туған сайын бір-бірімізге деген құрметіміз бен ризашылығымызды білдіреміз.